Қатал тағдыр бірінші бөлім. Каналға тіркеліп лайк басып подписаться етіңіздер. Авторы Айдана Істілеуова. Ауылына келіп, қолына дипломын алған Сәуле өте қуанышты еді. Туған-туысқандары кішігірім дастархан жайып қарсы алды. Бір-бірлеп туыстары көрімдігім деп қалтасына ақша салып, Сәуле дипломының арқасында ақшалы болып қалды. Бәрі қуанышты дастархан басында әзілдесіп жатыр. Сәуле қарапайым отбасында дүниеге келген үйдің үшінші қызы. Әкесі дүкенде зат тасушы болып жұмыс істейді. Анасы жұмыссыздықтың атынан кітапхананың еденін жуатын. Сәуленің екі әпкесі бір сіңлісі бар. Әпкелері оқу-оқымай тұрмысқа шығып кеткен. Ішінде Сәуле ғана өз білімімен оқу оқып дипломын қолына алған еді. Бала кезден өзімшіл болған Сәуле өсе келе бай отбасына келін болуды армандады. Оқуда жүріп бай жігіттерді көзімен аңдитын. Бір күні өзі бірінші болып байдың еркетотайы Асқармен әңгімелесіп өзіне тартты. Бірақ Асқарға бұндай ауылбай қыз ұнамайтын, өзі жабысып жүргесін пайдаланып қалғысы келді. Сәулені кездесуге шақырған кезде төбесі көкке бір елі жетпей қуанды. Өзін қанша сәндесе де қаланың салқындарына тең келмейтін машинамен келген Асқарды көргенде өзін керемет сезінген Сәуле іштей арманым орындалды деп қуанған. Машинадан түсіп жүгіре келген Асқар есігін қолмен жауып тұра қалды. Сәуле ыңғайсыздан не бідерін білмей қалды. Бірден айтайын, менің шартым бар. Келіссең ғана машинаға отырасың. Келіспейтін болсаң, менімен мүлде араласпайсың деді. Қояр шартым былай. Сен менің уақытша қалаған кезімде пайдаланатын қызым боласың. Мына сөз Сәуленің жанына қатты батты. Шапалақпен жігіттің бетінен тартып жіберіп, жоғал әрі деп көзінен жас парлап жатақханаға қарай жүгірді. Одан кейін де бір-екі бай баласымен сөйлесіп, бәрінің айтатыны түнді өткізу болатын. Сәуленің мұндайға ары жібермейтін. Шалқар есімді отбасында қарапайым өскен жігіт Сәуленің ізінен қанша жүгірсе де менсінбейтін. Түбі бай жігітке үйленемін, көресің әлі деп өзіне іштей уәде беретін. Сәулеге сабақ беретін өзінен 15 жас үлкен декан көзі түсіп жүрген. Диплом алғанда Сәулені жеке мейрамханаға шақырып, тоқалы болуын сұрап, үй машина алып беретінін айтқанда қыз есінен тана жаздады, орнынан ұшып тұрып қаша жөнелген болатын. Ауылдан да іш пыса бастады. Әке-шешесімен сөйлесіп, қалаға жұмыс істеуге баратын болған. Содан бір күні сыныптастары бас қосамыз деп шақырды. Сәуленің барғысы келмесе де өзін көрсету үшін барған. Сыныптастарымен жақсы уақыт өткізіп, қайтуға жиналған. Бәрі тарап жатты. Сәуленің бала күнінен ұнататын Дидар жүр жеткізіп саламын деп өзінің ғашық екенін айтпақшы болды. Солай үнсіз келе жатқанда алдарынан көлік тоқтап, ішінен бейтаныс 4 жігіт түсті. Дидарды оңаша шақырып алып, қасыңдағы қыз кім, қайдан келесің деген сұрақтарды жаудырды. Бұл көрші ауылдың жігіті еді. Бірі сөйлесіп жүрген қызды апқашуға келген болатын. Бірақ ол қыз шықпай қалып алдынан Дидар мен Сәулені жолықтырып, қызды алып қашты. 4 жігітке күші жетпеген Дидардың өкініштен өзегі өртеніп қала берді. Қанша айқайлап жалынса да мән бермеген жігіттер олжалы болғандарына мәз. Болашақ күйеуі Мараттың қуанышында шек жоқ. Байғыз қыздың жылай-жылай әл дәрмені де қалмады. Мараттың туыстары келіншек әкеледі деп дайындалып қойған. Марат жалғыз басты ананың ұлы еді. Ертеректе әкесі қайтыс болып, анасы баласын ешкімнен кем қылмай өсірді. Әбден еркеліктен Марат дұрыс тәрбие алмады. Көше балаларына еріп, бұзық жолды таңдады. Ішкені тек арақ болды.
жалғыз шешесін аямайтын санасыз бала құмар ойындарға да кіріп кетті. жалғасы бар.